Қалайсыздар достар? Қазіргі дамыған заманда сұлулық салондарында беттің әжімдерін кетіретін және де бетті үрлеп тұратын неше түрлі процедуралар көбейіп жатыр. Соның бірі ботокс. Сол ботоксты бетке салдырмай-ақ, бетімізді уламай-ақ, соны үй жағдайында жасауға болады. Соны көрсеткім келіп отыр сіздерге. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге бір жұмыртқаның сарысы қажет. Және де оның үстіне бір шай қасық картоп крахмалын қосатын боламыз. Және де сүттен бір шай қасығын қосамыз. Осы бізге нағыз ботокс болады. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Таза бетке жағамыз. Міне біздің үй жағдайында жасалған ботоксымыз дайын болды. Енді оны таза бетке жағатын боламыз. Мен бетімде жуып тастадым, ешқандай макияж, ештеңе жоқ. Енді оны бетімізге жағамыз. 2-3 қайтара бетке жағамыз. Бұл ботоксты, яғни масканы барлық теріге қолдана беруге болады. Барлығы табиғи заттар, ешқандай әсері жоқ. Көздің жан-жағына да жаға беріңіз. Пайдасы болмаса, зияны жоқ. Майлы құрғақ теріге де жаға беруге болады. Қасыңызға да тіке жаға беріңіз. Қайта қасқа нәр береді, дәрімен болады. Жоғарғы жағын жаққанша төменгі жағы кебе бастайды. Сосын қайтарып 2-3 қайтара бетімізге жағып шығамыз. Бұл масканы барлық жастағы қыз-келіншектерге жасай беруге болады. Жасқа болмайды. Және де бетімізге 15 минут ұстаймыз. Бұл масканы 2-3 күнде жасап тұрсаңыз да болады. Өте керемет маска. Қазір әсерін бірге көретін боламыз. Міне жағып болдым. Енді 15 минут ұстаймыз кеткенше. Міне достар, мен масканы жуып тастадым. Қазір бірге көретін боламыз. Бетім керемет, жұмсақ болып қалған, қандай күшті қараңыздаршы. Бетім көзім шетіндегі сызықтар, шекемдегі әжім, майда-майда әжімдер ешқайсысы жоқ, қараңыздар, теп-тегіс қой. Күшті болып қалған бетім. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер, иә. Және де жасап көргеннен кейін менің каналымдағы осы видеоның астына комментарияға өз ойларыңызды бөлісіп кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, достар. Осындай керемет рецепттермен бөлісіп отырамын. Сау болыңыздар.